Бүгінгі тақырып машинаның мен юбканың я болмаса көйлектердің астын қалай қайырып шығуға болады. Ол үшін мен мынадай матаның шетін дайындап қойдым. Мысалға, бұл біздің көйлегіміздің асты болсын. Оверлок салдық. Жұқа фрезелин клейлеп шықтым. Қайырдық, дайындап қойдық. Осылай. Енді біздің машинада машина әртүрлі ғой. Бірақ әр машинада мына функция бар, қараңызшы. Мына жоғарғы тұрған. Сіз оны бұрап осы функцияға қойыңыз. Мен 3-ке қойдым. Жаңағы тігістің ұзындығын. Енді біз былай істейміз. Мынау лапка универсальный. Бұл барлық тігістерге осыны қоя қойыңыз. Бірақ уақытша қазір мен бұл лапканы алып тастаймын. Әр машинада осындай лапкалар бар. Бұл лапка не үшін керек? Біріншіден, егерде тігісті түзу тіккіңіз келсе, мынандай лапкалар бар. Әр машинада әртүрлі. Машинаның кітабын оқу керек, қарау керек. Қазір қазақ тілінде инструкциялар бар. Мына қараңыз, мен қояйын лапканы. Жіпті астына жіберем. Мына астына жібердім. Түрлі түсті жіппен сабақтадым. Мына қызыл түс, астында жасыл түс. Матаны әдейі ақ түрін алдым. Бізге көріну үшін. Енді көрсетіп қояйын. Мысалға, мынау сырты ғой, әдемі жағы да, оң жағы. Оң жағы, оң жағы. Ал мынау іші. Қазір көрсетейін. Оң жағы, мынау іш жағы. Сонда мынау біздің матамыздың оң жағы. Міне. Оң жағы, іш жағы. Енді сіз мен сияқты қайталаңыз. Осылай міне. Көрдік пе? Қайырдым. Енді лапкамды түсіремін. Болашақта, мысалға, бұл ақ мата болғаннан кейін машинаның үстінде астын ақ жіппен сабақтасақ, бұл матаға тіккен тігіс көрінбей қалады. Бірақ бізде қазір үйрену сабағы ғой. Енді қараңыз, мына лапканың мына бөлшегі әрі-бері жылжиды. Қараңызшы. Егерде мен мынаны оңға, я солға бұрасам, бұл менде жылжиды. Енді менде мына машинадағы тігісті көрдіңіз ғой? Машинаның тігісі былай болып тұр. 1, 2, 3. Сосын ол бері қарай жүреді. 1, 2, 3. Бері қарай жүреді. Маған керек мына ұшы осы матаны ілсе. Мына тігістің. Енді мен оны бірінші қолмен жүріп көрейін. Қараңыз. 1. Көрдіңіз бе? Мен жақындатайын. Ол өте үлкен алып тұр. Қараңызшы, егерде мен бүйтіп тігісті жақындатсам. Қараңыз. Матаға қанша миллиметр алып кетті. Сондықтан да мен мына детальді тағы да жақындатсам. Жақындатайын. Міне. Міне жақындаттым. Матамды әрірек қойдым. Тағы тексерейін. 1, 2,
3, 4, бесіншіде міне матамды ілді. Қараңыз, шамалы матамды жіңішкелеу, жұқартып ілді. Енді тігіп көрейін. Мінекей мына деталь, мына көрдіңіз ғой? Ол мына матаның бүгілгенінің бойымен жүрейін деп тұр. Қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, міне. Әрине, бұны машинамен жүрген жақсы да, көрейік жүріп. Енді менің көзім, так, камераға. Менің көзім мына лапканы мына шетіне және бүгілуге қарап отырамын. Жіп астында тұрсын лапкамның. Енді дұрыстап қарайық. Есіңізде ғой, мына үш жағы, оң жағы. Аштым. Мына жасыл түс, ол менің астыңғы жібім, машинамдағы. Мынау қызыл жіп, ол үстінде болды. Міне тігіс. Енді оң жағын аударып қарай қал. Міне аударып шықты. Тігіп аударып тігіп берді. Мысалға мынау юбканың көйлектің етегі болса, егерде сіз түстес жіппен тіксеңіз, уақытты да үнемдейді. Сондықтан да сізде таңдау бар. Қолмен де қайыруға болады. Машинамен де мына лапканы пайдаланып тігуге болады. Бұл лапканы тек қана ол үшін емес, бұл лапканы тағы да өзінің функциялары бар. Оны мен сіздерге біртіндеп көрсетемін. Әзірше осы. Және тағы да қалай қайыруға болады, мен қазір сіздерге тағы да бір видео дайындаймын. Егерде видео ұнаса, мен каналыма жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарийді сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен сол комментарийға қарай видео түсіріп, сіздерге пайдалы сабақтар өткіздірем. Мінекей мына машина, бұндай машинаның маркалері әртүрлі болады. Қараңыз, мінекей бір жіп қана сабақталынады, бір жіп қана. Любой столға қоя қоясыз, арнайы өзінің столы жоқ, педалі бар. Міне дизе көтергіші бар, қараңыз. Міне диземен мына деталі төмен қарай түседі. Бұл не үшін керек? Қазір мен сіздерге түсіндірейін. Қараңыз, біз жіп, инемен жіппен машина жібін пайдаланғанда, ол жіп бізде созылмайтын жіпке жатады, солай ғой. Ал бұл машинкалер болашақта мен мына юбкамның астын қайырғым кеп тұр ғой. Сондықтан да мынау сабақталып тұрған жіп, бұның аты моно жіп. Моно жіп деп айтылады. Егерде мен моно жіпті қазір сізге жақындатсам, сіз көресіз,
Бұл жіптер составы шамалы стрейч, қараңыз. Созылып тұр. Моно жіп. Ондай жіптер ыңғайлы қайыруға. Тем более, сіз оның осымен түстесін алсаңыз. Екінші қайыруға арналған жіп мынандай жіптер. Бұл жіпті леска деп айтып атады. Бірақ бұл именно тігуге, қайыруға арналған леска. Соған мына жерде не деп жазылып тұр? Нейлон жіп деп тұр, универсальный нейлоновый жіп деп тұр. Бұл тіпті көрінбей тігеді. Қандай тамаша әдемі. Бұның қара түсі бар, ақ түсі бар. Осындай. Осы екеуін де сабақтап тігісті көрсетем. Бірінші қоңырды көрсетейін, керек емес бір матаға. Мысалға, мына тіземмен көтердім. Мына жерде сантиметрлерді көрдіңіз ғой? Қараңыз, мына линейкадан бастап қараймын. Так, неше сантиметр? Мына 0-ден бастап мен неше сантиметр қайырылуға кетті. Мысалға, менікі 4 сантиметр болсын ол. 4 болса, мына 4-ке қарап отырам. Кеттік. Көрдіңіз? Түсір жерім детальді. Төрттің бойымен жүрдім. Осылай қайырып береді, қараңызшы. Артында ешқандай тігістің орны жоқ. Ал егерде сөгем десем, мына жіпті тартсам, бұл сөгіліп кетеді. Готовый көйлектерде көрген шығарсыздар өстіп. Қайырылып тұрады. Міне маған қайырып берді. Ал егерде мен осыны тігетін болсам, жартысына дейін қоңырмен тігейін. Ал мына жерден қарап алам. Мына қараңыз. Қазір тігіс түсейін деп тұр осының үстінен. Мына оверлокқа. Мына линейкаға қойдым. Бір 2,5-ға жетпейтін ұзындықты ұстап тұру керекпін. Мына 2,5. Жартысына дейін тігеміз, жартысын басқа жіппен тігем. 2,5 емес, ол 3 болып есептелінеді. 3 сантиметр. Мына жартысына дейін тіктім. Сосын шығып кетейін. Осылай тігілді. Енді нейлон жіппен тігіп көрсетем. Ол үшін нейлон жіпті бобинаны ұстап тұратынға кіргіздіремін. Осылай. Жібін қиып жеремін де байлаймын. Не үшін? Қайтадан бәрін сабақтап отырмас үшін осылай байлай салған дұрыс. Міне. 2 жіпті қосамын. Ертең скоро оверлок туралы сабақ болады менде. Сол кезде көресіз, осылай байлаймыз жіптерді. Жіпті қайта
барлық жаңағы сабақтайтын жерлерден өткізе бермейміз. Жіпті тарта салуға болады. Мінекей байладым. Мына байлағаным шықты. Инеден шығып кетті. Енді пинцетін аламын да. Бұл машинаның кітабы бар. Кітабында өте жақсы бәрі көрсетілген. Инесін көрдіңіз ғой? Инесі қисық. Магазиндерде сатылады. Подгибочный, подшивочный машинаның. Так. Өте жіп өте жіңішке, бірақ солай болу керек негізінде. Ну-ка, былай істеп көрейік. Айта кететіні, мына қараңыз. Мынау бұл матаның қалыңдығына байланысты. Қараңыз. Мына деталь төмен түседі, егерде қалыңдау болса. Міне арасын ашып жатыр матаның қалыңдығына қарай. Мысалы, менің матам ондай қалың емес, мен ортаншыға қойдым. Енді мен сәл сөгіп жібердім. Енді басынан бастап көрінбейтін капрон жіппен тігейік. Так, мынау бізге мешать етпеу керек. Қиып алып тастадым. Мына жақта көрдіңіз ғой, секіріп кетті. Негізінде осы жіп жақсы беріп тұрған дұрыс. Ол секірмес үшін қазір көрсетемін. Бұның арнайы өзінің шапкасы бар, колпачок. Мынадай колпачогын тегісіп қояйық. Мына жіп босатып қойған дұрыс. Мысалға, мен босатайын тағы да. Ал енді қарайық. Қараңыз, ештеңе көрінбейді. Өте тамаша қайырып берді. Сыртынан осылай тұрады. Ештеңе көрінбейді. Моно жіппен де тігуге болады, егерде осы тігілген қайырылатын киіммен түстес болса. Ар жағын қараңыз, ештеңе көрінбейді. Дайын юбкілердің астында көретін шығарсыздар, осылар сөгіліп жатады. Тартсаң сөгіліп кетеді. Бірақ бұл ыңғайлы, егерде етегі 3-4 метр қаншама киім тігіп жатқанда оны қолмен қайырып отыруға да ыңғайсыз. Мына осындай өте пайдалы сабақ. Сосын сіз оны өзіңіз салыстырыңыз. Сізге осындай керек пе, әлде үйдегі өзіңіздің бытовой машинкамен қайыра салған. Міне. Аударып тексереміз. Мынау біздің ана бытовой машинкамен тігілген, қайырылып. Ал мына жағы арнайы подшивочная машинамен тігілген.
видео ұнаса маған лайк қойыңыз, комментарий жазыңыз. Қандай тағы сұрақтарыңыз бар, жазыңыз. Рахмет.